Сәлем оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Сіздерді 14 наурыз амал көрсету мерекесімен құттықтаймын. Біздерде батыс жақта осы мереке көп жылдан бері тойланып келе жатыр. Ендігі тілегіміз ол амалдан амалға аман есен жүре беріңіздер. Жақсы жыл болсын. Енді мен бүгін сіздерге тағы да бір тұқымды егіп қараймын. Осылай топырақ дайындадым. Топырақты мінекей мына тұқымды жездем маған егіп берші деп берді. Осы тұқымды бұйыртса сіздермен бірге егіп көрем. Бұл дәннің аты павловния деп аталады. Павловния бұл ағаш, үлкен ұзын ағаш болып өседі. Бұның енді пайдасы зор. Бұны тұрмыстық бұйымдар жасауға, музыкалық аспаптар жасауға пайдаланады. Мысалы, қалай істеп далаға мысалы қазан жаққанда астына отын ретінде де осы ағашты пайдаланып жатады. Ұзынынан тез өсетін ағаш бұл. Биік болып 25 метрге дейін өсе береді. Осындай тұқым. Енді бұны топырақты дайындадым. Мен дейтін көбінесе топырақты өте аласа алып алам. Мына ыдыс қой, міне ыдыстың ең астың жағынан саламда. Содан кейін тұқым шығып, ары қарай өсіп бастағанда сабағы ұзарып бара жатқанда сабағы ұзарса құлап қалады, ғой құлап қалмас үшін топырақ салып отырам. Сеуіп әрқайсысына. Сол кезде өзінің бойын ұстап тұрады. Осылай топырақтарды дайындап аламыз. Сосын оған су себеміз. Бірінші су сеуіп, дәнімізді себіп, қайтадан су сеуіп тастаймыз. Қазір маған бұның үстіне топырақ себетінге топырақ болмай тұр. Енді басқа әдісін жасап көреміз. Осылай сеуіп шықтық. Мінекей жан-жағында көрініп тұр сулары сепкенім. Енді осыны сызғыштың көмегімен алдындағыдай қылып белгі салып аламыз. Белгіні салып топырақты дәнді егуге ыңғайлы етіп қоямыз. Мінекей енді мына жағына осылай. Қазір енді топырақ жоқ дедім ғой мен. Енді ары қарай басқаша тәсілін жасаймыз. Осылай істеп қарадық. Енді бұның дәні дейтін өте ұсақ. Мінекей көрініп тұр ма? Мінекей дәні осындай болады. Енді бұның әрқайсысын сеуіп шығамыз. Енді осыны бір-бірден алып салатын боламыз. Менің енді қолыма екеуден, үшеуден жабысып жатыр. Қазір бір-бірден енді ажыратып салуға тырысамыз. Осылай егіп, бұның да қияр сияқты аузын жауып қоямыз. Кешеде қияр, помидор ектім ғой. Сондай қылып жабамыз. Енді көреміз енді қалай болып шығатынын. Тағы да бұйыртса топырақ алдыртуым керек. Бұл тұқымы өте ұсақ екен. Мінекей кәдімгідей осындай. Ол енді шыққан кезде бытырап шығатын шығар. Әлі қағазда мынандайы бар. Осыларды енді бетін осылай жауып қоя тұрамыз. Қазір топырақ келсе, тағы да бетін топырақ сеуіп, су сеуіп дайындап қоямыз.
Бұны бүгін 15 наурызда ектім. Енді бұйырса 5-6 күнде болмаса бір аптада шығуы мүмкін. Оны да видео қылып сіздерге саламын. Осылай. Топырақтың ақ өзінің ішіндегі заттарымен тұқымда көрінбей тұр. Бұйырса шыққанын көрсетем. Сау болыңыздар. Түсінбеген жерлеріңізді сұраңыздар. Осылай тағы да суладым бетін. Тұқымдардың бетін жауып тастадым. Топырақ жоқ, бірақ сонда да сызықтары сыздым ғой, соның ішіне салғаннан кейін былай беттерін жауып қойдым. Енді бетін қақпағын жабамыз. Сосын жылы жерге қоямыз. Атын жазамыз. Пауломия. Бұл нешесі? 15.03.21. Осылай бетіне қойып қоямыз.